Сәлем менің сүйікті көрермендерім. Сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жеңіл әрі өте дәмді суфле жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: ірімшік, сүт, кокосовый стружка, қант және де желатин. Менде осындай халал және де тез ерітілетін желатин. Сіздерге де халал желатин алуға кеңес беремін. Ең бірінші сүтке желатинімізді қосып аламыз. Сүт бізде міндетті түрде жылы болуы керек. Желатин ерігенше араластырамыз. Сонымен достар, біздің желатин толықтай еріді. Енді біз заттарымызды араластырамыз. Мінекей, ірімшіктің үстіне сүтіміз бен желатинімізді қосамыз. Кокосовый стружка қосамыз. Және де қант қосамыз. Енді біз блендермен жақсылап араластырып аламыз. Достар, араластырып алғаннан кейін тез қимылдау керек, себебі біздің желатиніміз бұл уақытта уже қатып бастайды. Енді біз осындай силиконды формаларға құямыз. Менде кекстің формасы. Мінекей осындай қою масса болып шығады. Енді біз суфлемізді қатқанша холодильникке қойып қоямыз. Сонымен достар, біздің суфле дайын. Менің суфлем қату үшін маған 1,5 сағаттай кетті. Егер де шайға тәтті бірдеме жегіңіз келсе, осы суфлені жасап көріңіздер. Сізге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер де сіздерге жетсе ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше астамды болсын. Сау болыңыздар.